Саламатсыздар ма? Курс тыңдаушылары, келесі дәріс тақырыбы яғни химиялық аппараттарға жылу жеткізу және алып кетудің өндірістік тәсілдері, соның ішінде жылу алмастырғыштар. Жылу алмастырғыштар бұлар бірнеше түрге бөлінеді. Беттік немесе рекуперативті, регенеративті және араластырушы жылу алмастырғыштар болып үш түрге бөлінеді. Беттік рекуперативті жылу алмастырғыштар құбырлы бетті, жазық бетті және шнекті болып қолданылады. Соның ішінде беттік жылу алмастырғыштар өндірісте ең жиі қолданылады. Беттік жылу алмастырғыштар түріне бұл яғни құбыр үстінде құбыр, қаптама құбырлы, жылан тәрізді, спиральді, жейделі, пластиналы болып бөлінеді. Құбыр ішінде құбыр типті жылу алмастырғыштың сызбасы келтірілген. Бұнда яғни сыртынан қапталған құбыр арқылы жылу тасымалдағыш жүретін болса, ал құбыр арқылы өзімізге қажетті жылуды беру арқылы жылу алмастыру процесін байқауымызға болады. Құбыр ішінде құбыр типті жылу алмастырғыш, яғни бұл ішкі және сыртқы құбырлар, жаңа айтып кеткендей, келте құбырлар бірінші және бұл екінші жылу тасымалдағыштар. Бірінші және екінші бұл жылу тасымалдағыштар. Қаптама құбырлы жылу алмастырғыш. Қаптама құбырлы жылу алмастырғыш, яғни бұл суретте көріп отырғанымыздай қаптама құбырлы жылу алмастырғыштар. Бұлар яғни қаптамадан тұрады және құбыр торлары беріледі, қақпақтар және осы бірінші және екінші бұл жылу тасымалдағыштар, өзімізге қажетті жылу тасымалдағыштар құбырлар арқылы беріліп, жүргізіліп, жылытылып немесе салқындатылып отырады. Температуралық теңестіргіш құрылымдары бар қаптама құбырлы жылу алмастырғыштардың түрлері берілген. Бұлар бірнеше қатар орналасқан құбырлардан тұруы мүмкін және бұл құбырлардың саны өндірістік тәсіліне байланысты, қандай тәсілде қолданылуына байланысты өзгеріп отырады. Келесі бізде жаңағы бірнеше жылу алмастырғыш аппараттарының яғни түрлері келтірілген. Көріп отырғанымыздай суретте бұлардың яғни құрылысы да әртүрлі, арасында орналастырған құбырларының саны да өндірістік тәсіліне байланысты өзгеріп отырады. Жылу тасымалдағыштардың қарама-қарсы бағыттағы ағындары көрсетілген. Бұнда яғни көк және қызыл бағытта қарама-қарсы жүру бағыттары көрсетілген. Бұл яғни температура айырмасы бойынша тура бағыттағы ағындар үшін берілген болса, араласқан ағын үшін бұлардың бағыттары өзгеріп отырады. Сондықтан жылу алмастырғыш аппараттар бұлар өндірісте ең көп қолданылатын аппараттар деп атауға болады. Себебі бұл әртүрлі өндіріс үшін кейбір сұйықтықтарды салқындату немесе кейбір сұйықтықтарды ысыту үшін қажет аппараттар болып саналады. Сондықтан бұларды химия технологияда ең көп қолданылатын аппараттар ретінде қарастыруымызға болады.